Қайырлы күн, достар. Қалдарыңыз қалай? Құрбан айттарыңыз қабыл болсын. Шалған барлық құрбандарыңыз қабыл болсын. Мен Түркиядағы ораза айт, құрбан айт мерекелерін өте қатты жақсы көремін. Тіпті асыға күтем десем де болады. Себебі Түркияда осындай бір дәстүр қалыптасқан. Барлық ораза айт кезінде, құрбан айт кезінде 9 күн, бір апта демалыс беретіндіктен бұл жақта барлық халық көбінесе жаңағыдай шетелге, я болмаса Түркияның ішіндегі қалаларға саяхат жасайды. Барлық демалыстық, жылдық демалыстардың барлығын осы уақытқа сәйкестендіруге тырысады. Әрине, құрбан малдардың барлығын шалады. Біз де солай жасадық. Жаңағыдай арнайы сондай құрбан шалатын жерлерге тапсырып кеттік құрбан малымызды. Одан кейін осы саяхатқа шықтық. Сондықтан әр жаңағыдай ораза айт кезінде біз Конияға барған болатынбыз осы жылда. Енді осы құрбан айт мерекесінде Қалқан мен Кашты аралауға келдік. Жаңа кәдімгідей осы мерекелерді асыға күтетінім осыдан. Біз кеше мен сториске салған кезде инстаграмда сұрап жатсыздар, қай жерге қалай баруға болады деген сияқты айтып кетейін. Біз Стамбулдан, негізі бұл Фетхе мен Анталияның екі ортасында жатқан жер, Қалқан деген жер, яғни Каш екеуі бір-біріне жақын, Кашқа қарайды білуімше Қалқан. Бірақ жаңағыдай Мула аэропортынан түскеннен кейін біз арнайы Фетхеге бардық, өйткені тікелей рейс жоқ екен. Мына жаққа біз еш алдын ала қараған жоқпыз, қалай келу керек екенін. Фетхеден ары қарай 1,5 сағат деген, бірақ 2 сағатқа созылды, Қалқанға келдік. Яғни толық 3 сағатқа созылады. Анталиядан да білуімше сондай, тіпті 4-5 сағат па сондай ол жақтан. Білуімше көбінесе осы Қалқан Қашқа келу үшін көбі Анталияға қараса да бұл қалашық Мулаға, яғни Фетхе жақтан келеді, сол жақтың аэропортынан түседі. Біз де солай жасадық. Стамбулдан Мула аэропортынан, Даламан аэропортынан келіп, ары қарай осы жерге келдік. Муладан Фетхе деген 100 лира, жоқ 80 лира, 1400 теңгеге келдік. Яғни қазір лираның құны құлап жатқандықтан сіздерге арзан келуі мүмкін. Одан кейін Фетхеден Қалқанға дейін 100 лира, яғни адам басына 100 лира, тоже 1800 теңгеден келдік. Әрине, бұлардың барлығы арнайы әкімшіліктің автобустары, сондықтан бір жағынан бағасы қолжетімді. Енді бірақ егер өзіңіз таксимен келем дейтін болсаңыз, әрине таксилер арзан тұрмайды Түркияда. Тіпті таксилердің өзі бағасы Фетхеден неге дейін, Қалқанға дейін 30 мың, 38 мың теңгеден бар. Сондықтан осындай арнайы Хаваи сияқты, я болмаса әкімшіліктің жаңа аэропорттан таситын автобустармен келмесеңіздер, бұлайша қымбатқа соғуы мүмкін. Достар, көріп тұрғандарыңыздай, мына кәмпиттер Түркияның дәстүрі бойынша жылда тек қана 2 рет қана дастарханға шығады, ораза айт пен мына құрбан айтта ғана. Осы аймақта бару керек нәрселердің бірі ол қайық туры. Біз Қалқан айналасындағы шығанақтарға барып шомылуды жөн көрдік. Қайық турлардың бағалары әр жерде әртүрлі. Жаңа 1000 лира, 800 лира деген сияқты 2000 лира. Біз 700 лиралық таптық адам басынан. Және қызымызға да жарты бағасын төледік. Осылайша күніне бір тур бізге 2000 лираға шықты. Яғни қазіргі теңгемен шаққан кезде ол 33 мың теңге. Неке қайықтың іші осындай, 2 қабаттан тұрады. Астыңғы қабатта отырдық, біз арғы жағында. Қазір үстіңгі қабатын көрсетейін. Негізі туристердің басым көпшілігі, айтқанымдай алдында блогымды көрген болсаңыздар, видеомда, бұл Қалқанда көбінесе британдықтар демалады. Сондықтан да осы бізге турға қатысқандардың және 90% ағылшындар болды, британдықтар. Қалғаны түріктер. Европадан келген түріктер бар, Түркиядағы түріктер бар. Жалпы
тур өте ұнады өзіме. Ішінің барлығында жаңағы тәттісі бар, тамағы бар, ішінде сусыны бар, барлығы сол турдың ішіне, сол турдың бағасына кіреді. Және әртүрлі кем дегенде бір 3-4 шығанаққа барып шомылдық. Айтпақшы достар, мынаны ескеру керек. Турды мысалы қалаған күнге ала алмайсыз. Адам толмаса, тур сіздің қалаған күнге болмауы мүмкін. Біз демалысқа барған аптаның тек сол бір күніне ғана сәйкес келетін болғандықтан сол күнге алдық. Яғни біз өзіміздің қалауымыз бойынша ол күнге тур ала алмаймыз. Яғни қай күнге тур сәйкес келеді, сол күнге ала аласыздар. Достар, көріп тұрғандарыңыздай, мына судың түсін қараңыздаршы, өте керемет. Мен өмірімде қанша жағалауларға, теңізге шомылып жүрсем де, бірақ дәл осындай шығанақтың суына шомылып көрмеппін. Түсінің өзі өте керемет қой, қарабақ тойып қалуға болады кәдімгідей. Құдайдың берген табиғи бассейні, хауызы сияқты, достар, өте керемет. Осындай демалыс баршаңызға бұйырсын. Жолдасым қызымды теңізде шомылдырып жүрді. Әрине мен де түстім, бірақ өкінішке орай телефонды өзім түсіріп жүргеннен кейін блогты ол уақыттарды, ол сәтте мені түсіретін ешкім болған жоқ. Сондықтан тек қана арасында жаңағындай істерге осылай тек сыртқа көріністен ғана ракурс алып түсіруге тура келді. Дәл осындай жаңа көрсеткен шығанақтардың 3-4-өне бардық. Мен тек қана жаңағындай қысқартып іштеріңіз пісіп кетпесін деп қысқаша ғана алып түсірдім YouTube каналыма. Көріп тұрғандарыңыздай, мына екінші жағалауға келдік. Бұл жерде де біз сазбалшыққа жуындық. Мына жерде қызым жолдасым екеуі жүзіп бара жатыр. Арғы жағалауға жеткеннен кейін адамдардың барлығы сазбалшыққа жуынды. Мен де телефонымды кемеге тастадым да, өзімде арғы бетке жүзіп, сол жерде сазбалшыққа барлығымыз жуындық, яғни шелектеп жуынғанда үстімізге сазбалшықтың бәрін жағып, сол жерде солай күнге қыздырындық. Сондай бір активите бар екен турдың ішінде. Турға қатысқан адамдардың түрлері шамамен осындай еді. Өзімді аралға жалғыз қалып қойған алғашқы тас дәуіріндегі адамдар сияқты сезініп кеттім. Бізге берген тамақтың түрі осындай еді, өте дәмді, тойымды болды. Жаны, ас болсын. Демалыста жүрген кезде кітап оқитын адамдарға сенбейтін адамдардың бірі сіз шығарсыз, бірақ шынымен дәл осы жолы
кітап оқып уақыт өткіздім, себебі ашық алаң теңізде ешқандай интернет ұстамайтын еді. Класстан кейін осындай қарбыз қауын және тәтті берді. Әрине арасында шомылып та алдық. Қызым өзінің көңіл-күйін қалай көтеруді біледі, мына жерде шыдамай билеп алды. Кемедегі туристердің ешқайсысы бұлай билемейді екен. Мен ойлаймын, орыстар болғанда осы жерде дискотека ұйымдастырып кететін еді. Ал мына британдықтар тып-тыныш жата береді екен, кәдімгі жуынып алып өзімен өзі. Бір қарасам, ана жерде жолдасым келе жатыр, қолында балық бар. Екеу дәу балық, кәдімгідей, сөйтсем ол өлі балық екен. Кәдімгідей судың астынан тауып әкелді ма білмеймін, әйтеуір. Жолдасым сүңгитін аппараттарын, өзінің нелерін үнемі демалысқа шыққан кезде өзімен бірге ала жүреді, судың астына сүңгіп неше түрлі нәрселер тауып алып келеді. Бұл жолы үлкен балық алып келіпті. Бұл балық ескертті, кемедегі капитан улы болуы да мүмкін деп, сонымен шошып оны қайтадан суға лақтырып жібердік. Бізді Анталияда бар ғой, көретін, баратын нәрсе өте көп. Бір қынжылтатын, біздің қазекендер все включено қонақ үйіне барады, сол қонақ үйден шықпайды. Арасында осындай қой демделген түріктің шайын ішіп алдық. Бір қарасам, негізі адам басына 700 лира төледі. Қымбаттау сияқты көрінгенмен, қарап отырсам, шайы кафелерде 1300 теңге тұрады Түркияда қазір. Тәттілер бар, тамақ бар, бағанағы салат бар, жаңағы қарбыз қауын бәрін есептеп қарасақ, сервис негізі өзінің бағасына сай. Айтпақшы, мақтаншақ жігітті де көрсетіп қойыншы. Кемеміздің арғы бетінен бір, мына бетінен бір жүзіп қоймайды, қайта-қайта. Сосын қойш, көрдік, енді білдік осындай несі бар екенін. Сіздерге де бұйырсын. Бір жағынан түсіріп алдым, сіздер де көрсін деп. YouTube каналымда әдемі шырқын келтіріп тұр, көріңіз. Достар, сонымен видеоның соңына келдік. Дәл осы видеоның астына пікір жазып, достарымен бөліскен адамға дәл осындай одан да керемет демалыс бұйырсын деп тілеймін.